Дейл Карнеги достар табу және адамдарға ықпал ету өнері. Адамдардың дұрыс қарым-қатынас орнатуды, сенімге кіруі, жансыз ықпал етуді және көшбасшылық қабілеті дамытуды үйретеді. Сынамаңыз, кінәламаңыз, шағымданбаңыз. Адамдар сын айтқанды жек көреді. Сын адамдарды өзгерту емес, қарсы қою қабілеті. Сынның орнына түсінуге тырысу керек. Адамдарға шынайы ризашылық білдіріңіз. Әр адам өзінің маңызды сезінгісі келеді. Шынайы мақтау адамның ең күшті мотивациясы. Адамда шынайы тілек оята біліңіз. Өз пайдаңызды емес, адамның қалауын ойлаңыз. Адам өзіне қажет нәрсені көрсе, өзі-ақ әрекет етеді. Екінші бөлім. Адамдарға ұнайтын 6 әдіс. Бірінші. Адамдарға шын көңілмен қызығыңыз. Екінші әдіс. Күлімсіреңіз. Күлімсіреу ең қарапайым әрі ең әсерлі құрал болып табылады. Үшінші әдіс. Адамның есімен есте сақтаңыз. Есім адам үшін ең жағымды дыбыс. Төртінші. Жақсы тыңдаушы болыңыз. Адамдарды өздері туралы мүмкіндік беріңіз. Адамның қызығушылығын бағыттаңыз. Адам өзіне жақын тақырыпты сөйлеуге ашыла сөйлейді. Алтыншы әдіс. Адам шын жүректен маңызды сезіндіріңіз. Үшінші бөлім. Адамдарды өз ойыңызға қарсы қоймай ықпал ету. Біріншісі, даудан қашыңыз. Даудан жеңгенмен адамнан айырыласыз. Сен қателесесің деп айтпаңыз. Бұл сөз қарым-қатынасты бірден бұзады. Қателігіңіз болса мойындаңыз. Бұл беделді түсірмейді, керісінше арттырады. Әңгімені достықпен бастаңыз. Қатал басталған сөз қарсылық туғызады. Адамды я деп жауап беруге жетелеңіз. Кіші келісім үлкен келісімге қарай жетелейді. Адамға өзінше ойлауға мүмкіндік беріңіз. Өз ойы деп қабылданған шешім ең берік шешім. Өзге адамның көз қарасымен қараңыз. Түсінуге тырысуға ықпал етудің кілті. Адамның сөзін мойындаңыз. Сезім еленсе қарсылық азаяды. Идеяңызды тартымды етіңіз. Құр сөз шабыт керек. Биік мақсат ұсыныңыз. Адам өзін маңызды істе көргісі келеді. Төртінші бөлім. Көшбасшылық және адамдарды өзгерту. Бірінші, мақтаудан бастаңыз. Сын мақтаудың ортасында жұмсақ қабылданады. Қателікті тұспалдап айтыңыз. Тікелей айту қарсылық тудырады. Алдымен өз қатеңізді айтыңыз. Сонда екінші адамды қабылдайды. Бұйырмаңыз, сұрамаңыз. Сұрақ еркіндік береді. Адамның абыройын сақтаңыз. Абырой тапталған жерден нәтиже болмайды. Кішкентай жетістікте мақтаңыз. Мотивация осылай өседі. Адамға жақсы ат беріңіз. Адам соған сай болуға тырысады. Қателікті түзетуді жеңілдетіп көрсетіңіз. Үміт болса әрекет болады. Адам істегеніне риза болатынына жағдай жасаңыз. Сонда ол шын ниетпен орнайды. Бұл кітаптың түйіні адамдарға күшпен емес, түсіністікпен ықпал ету. Қарым-қатынас табыстың негізгі нағыз көшбасшы адамдарды қадірлей білетін адам.